Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Достар, біздің арнадағы киноны таныстыратын, киноға обзор жасайтын видеоларға мен бір атау берейін деп отырмын. Мен ол видеоларға қысқасын айтқанда деген атауды беріп отырмын. Бұл рубрика өте ерекше және өте қызықты болады. Мен сіздерге хоррор, трейлер, криминал жанрындағы кинолардан үздіктерін теріп обзор жасайтын боламын. Киноның негізгі желісін және қызықты фактілерді айтып беретін боламын. Бүгін біз таныстыратын кино Ано 2017. Бүгін біз осы киноның негізгі желісін және киноға байланысты қызықты фактілер мен оқиғаларды айтамыз. Ал сіздер дайын болсаңыздар, біз видеоны бастайық. Достар, мен сендерге бір өте қызықты бір фактін айтып кетейін. Ано киносымен 27 санының байланысын. Ано киносының алғашқы нұсқасы 1990 жылы түсірілді. Оның режиссері Стивен Кинг. Кинода Пеннивайз сайқымазақ 27 жыл сайын пайда болып балаларды өлтіреді. Ең қызығы 1990 жылғы Ано киносынан кейін, дәл 27 жылдан кейін, біз білетін Ано 2017 жылғы киносы шықты. Дәл 27 жылдан кейін. Және де Пеннивайзтың рөлінде ойнағаны Билл Скарсгард сол кезде 27 жаста болыпты. Ал киноға оралсақ, бұл кино жарық көре салысымен өте танымал, өте табысты кинолардың біріне айналып кетті. Ол 700 миллионға жоқ доллар табыс көрген екен. Және де өз туындыларынан басқа ештеңені ұнатпайтын тәкаппар киноның алғашқы нұсқасын түсірген Стивен Кингтен де мақтау сөзін естіген көрінеді. Ал енді киноның желісіне оралатын болсақ, кино ағасының жасап берген қағаз кемесімен жаңбырлы күні далада ойнап жүрген бала Джорджмен басталады. Ол осылай басын ұрып алғаннан кейін қағаз кемеден айырылып қалады да ол тесікке түсіп кетеді. Ол тесіктен қағаз кемесін қарап жатса, Пеннивайз сайқымазақ шығып келеді де оның қолынан тістеп өлтіріп тастайды. Пеннивайзтың рөлінде Билл Скарсгард ойнағанын білеміз. Бірақ бұл кастингке өте көп актерлар келген екен. Соның арасында Матрица киносындағы агент Смит рөлімен бізге танымал болған Хуго Уэйбинг де бар екен. Біз енді басты кейіпкерлермен таныс болайық. Тірі жәндікті де өлтіре алмайтын мейірімді бала Майк. Үнемі бірге жүретін достар Эдди, Стэнли, Вилл, Ричи. 3 жыл бұрын ғана мынандай болған Ричи қазір теріске жігіт болып қыздардың жүрегін ұрлайды деп кім білген. Және де мектептегі барлық қыздарға жаманаты шыққан Беверли. Жазғы демалыс басталып, олардың өмір сүретін қаласында балалары із-түзсіз жоғала бастайды. Барлық кинодағыдай жынды бұзық балалар бар әрине. Және де мектептің артқы есігінен шығып, бұзық балалардан қашып жүрген, өз жасынан 4 жасқа кіші көрінетін лузер балақай Вен. Вен байқұстың кішкене Беверлиге көңілі бар. Қарындас, кетпеш. Нью Кейтстің бір әннің атауы ғой. Қарақсатқыр, естіген жоқ. Киноның басында өліп қалатын Джорджының ағасы Вилл бауырын тірі деп ойлайды. Бірақ әкесі бұған мойынсынған. Бірақ Вилл мүлдем сенбейді. Ол тіпті қаланың құбыр желісінің шағын түрін жасап бауырын іздеге жүр. Біздің басты кейіпкерлерге қорқыныш нәрселер көріне бастайды. Мысалы, Майкке кішкентай кезінде өртеніп өлген отбасы, Стэнлиге қараңғы бөлмедегі қорқынышты әйелдің суреті, ал Венге кітапханада бассыз адам. Сол бассыз адамды көрген Вен кітапханадан шығып келе жатып, әлгі бұзық тәртіпсіз балаларға кездесіп қалады. Осылай Вен таяқты жеп олардан қарнын тілдіріп, әйтеу не керек ептеп құтылып кетеді. Дәл сол кезде біздің төртеуі Джорджыны іздеге кәріс құбырына кірге жатады. Сол кезде Вен жүгіріп келіп, бесеуі тығылып қалады. Ал Веннің артынан әлгі бұзық бір бала жетіп келіпті. Ол ақымақ бесеуінің тығылып қалғанын білмей, кәріс құбырына кіріп кетеді. Сол кезде Пеннивайзтың киімінің үлгісіне жұмыс жасаған дизайнерлер Пеннивайзтың киімін әр заманның әр ғасырдың киім үлгісінен алған екен. Оған себеп бұл Пеннивайзтың мәңгі өмірін білдіреді екен.
Бесеуі велосипедпен қашып кетіп, аптекаға келсе, Беверлимен кездесіп қалады. Олар Беверлидің арқасында көптеген дәрілерді ұрлап алады да, Веннің жарақатын емдеп береді. Беверли үйге келгенде біз Беверлидің жынды әкесімен таныс боламыз. Шынын айту керек, кинода маған ең ұнамаған жер дәл осы болды. Не болса да, Вен, Беверли, Эдди, Ричи, Вилл, Стэнли алтауы өте жақсы достар болып кетеді. Және олар бұл қалада не болып жатқанын зерттей бастайды. Эдди үйіне бара жатса, мынаны көріп қалады. Осылай ол осыдан қашып бара жатып Пеннивайзға кездесіп қалады. Бері келсеңші, сен ауада қалықтайтын боласың. Біз бәріміз ауада қалықтайтын боламыз. Сол түні Беверли жуынатын бөлмеде отырса, бір түсініксіз дыбыс естиді. Одан кейін мынандай нәрсе болады. Бірақ ең қызығы, қанға боялған бөлмені әкесі көрмейді. Сол кезде Вилл жертөледен мынаны көреді. Беверли достарына бөлмені көрсетіп, қанды көріп тұрған тек өз емес екенін біледі. Осылай олар барлығы бөлмені бірігіп тазалайды. Вилл мен Беверли екеуінің әңгімесі жарасып, кішкене махаббат болып, арт жағында Вен байқұс қайғырып, сондай. Және де тағы да бір қызықты мәлімет, Беверлидің рөлінде ойнаған Софияның бойының ұзындығы басқа балалардан қарағанда өте қысқа болғандықтан, кейбір түсірілімдерде София кішкентай орындыққа шығып тұрыпты. Софияның бойының ұзындығы 152 сантиметр ғана екен. Мен одан ұзын екенмін. Олар Беверлидің үйінен шығып бара жатып, әлгі жақсы бала Майкты бұзық балалардың сабап жатқанын көреді. Осылай олар шыдамай кетіп, тастармен атыса бастайды. Осылай Майкты құтқарып алады. Және олар Майкты өз қатарларына қосады. Барлық достар жиналып, мына қалада 27 жыл сайын балалардың жоғалатынын және өздеріне көрінген нәрселерді айта бастайды. Мен бір әйелді үнемі көріп жүрмін. Ол әйел сұлу ма? Сенің басың жасай ма? Олар бір гаражға жиналып, проектормен, қала картасымен және карс құбырын салыстырып отырып, есікті ашып әрін дегенде құтылады. Бәрін талқылай келе, сайқымазақ осы үйде деп олар осы үйге кіреді және олар бөлініп кетеді. Эдди өзінің сүйікті кейіпкерімен кездесіп, төменге құлап кетеді. Ал Ричи қалны сайқымазаққа кездесіп қалады. Сол кезде Эддидің қолы сынып, не істерін білмей отырса, Пеннивайз тоңазытқыштан шығып келіп, Ричи Виллге қарай жүгіре кетеді. Сол кезде Беверли Пеннивайздің басына темірді қадап тастайды. Сөйтіп жүріп олар үйден қашып шығады. Сол күн олар бір-бірімен төбелесіп, іріншісіп кетіп қалады. Олар тамызға дейін бір-бірімен мүлдем кездеспей сөйлеспей қояды. Бұзық тәртібесі Генри достарымен бірге мысықты атпақшы болып жатып, әкесіне ұсталып қалып, сөйтіп ол достарының алдында мазақ болады. Сол кезде Пеннивайз оның басын айландырып, әкесін өлтіртеді. Сол кезде Беверли жынды әкесін талдырып тастап, енді кетпекші болып жатқан кезде Пеннивайзге ұсталып қалады. Беверлидің жоғалғанын естіген балалар қайта бірігіп үйге кіреді. Беверли сол кезде Пеннивайздің ұрлаған өте көптеген балаларын көреді. Пеннивайз сайқымазақ құрбандарын қорқытып, содан күш алады. Бірақ Беверли өзінен қорықпай тұрғандықтан ол Б жоспарына көшеді. Сол кезде Генри жетіп келіп, Майкты сабайды. Әйтіп жүріп, Беверли әуеге көтеріліп тұрған кезінде достары келеді. Сол моментті пайдаланып, ұйқыдағы аруды оятқандай, Вен Беверлиді бір шолп еткізіп сүйіп алады. Сол кезде Беверли оянып кетеді. Сол кезде Пеннивайз Джорджының бейнесінде келіп, біресе Беверлидің әкесіне айланып, оларды алдамақшы болады. Бірақ балалар күшін біріктіріп Пеннивайзды жеңеді.
Балалар жиналып, егер бұл зат қайта пайда болатын болса, бірге жеңеміз деп ант беріп, қолдарын тіліп, бір-бірін ұстап, осылай қоштасады. Ал одан кейін Билл мен Беверли. Ал достар, осылайша видео аяқталып отыр. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басамыз, және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал егер осы видеоға 100 лайк жиналатын болса, мен Аноның екінші бөлімін шығарадым боламын. Ано 2. Дәл осыны шығаратын сондықтан міндетті түрде лайк басыңыздар. Және комментке Ано жайлы өз ой пікіріңізді қалдырып кетіңіздер. Осы киноны алғаш көргенде қандай реакция болды, қайттыңыздар, қандай сезім туындады, сол жайлы жазып кетіңіздер. Және де өзіңіздің білетін хоррор киноларыңыз болса, міндетті түрде жазып қойыңыздар. Мен келесі жолы содан идея алып видео жасауым мүмкін.